Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Орда. Бозарықтың аты қазір Алтын Орда болды. Алтын Орданы білесіздер. Алтын Орда бір қазақтың кіндік қаны төгілген жер. Біз әкімшілікке өтілген рахметтерімізді айттық. Осы жердің атын Алтын Орда қойғанына. Бұл священное имя. Так, бұл өте маңызды ат. Біз өте қуаныштымыз. Осы жерде біздің клиникамыз жайғасқан. Так, бүгінгі айтатын темамыз подагра. Подагра деген ауру не ол? Подагра деген аурудың қазақша переводы жоқ. Жоқ. Мен подаградан докторский жақтағанмын Ташкентте. Менің ұстазым оны бай кәсәл деп перевод қылған. Бай кәсәл деп. Подаграның переводы бай кәсәл. Прям сондай аты, прям жазылған монографиясында бай кәсәл. Бай кәсәл деген акасы подаграмадан кембағал ауырмайды екен. Кімде ақша бар, сол подаграман ауырайды екен. Оның себебі не? Себебі, потому что оның себебі баяғыда подаграның болезнь аристократов деген. Аристократ деген анау аристократы бар, байлар. Олардың жейтін тамағын бәрі не? Жейтін тамағын бәрі күшті тамақтар да. Икра, жаңағы мясо, вино, так, ет, ең главный, ет. Осылардың бәрі подаграға алып келетін не дейді? Подаграның себептері бұлар. Подагра бұл, значит, тамақтан болатын ауру. Подагра. Енді подаграның біз докторский қылғанда оның атын тапқанбыз. Оның арабша переводы нықырыс дейді. Нықырыс. Суставта ауру болады. Адамның ең үлкен палесі приступ береді мынау. Аяғындағы, қолдағы емес, аяқтағы бірінші приступ бар, мынау ісіп кетеді, қатты ауырайды. Еще оның бір переводы бар, нага капканы дейді. Нага капкан дегенде аяғыңызды құды қақпанға тық қойғандай болады да, қатты ауырайды. Сонша шыдамайтын ауру болады. Бақырып шығады больной. Так, оның ішінде акасы мочевая кислота. Подагра болған кезде организмде мочевая кислота көбейіп кетеді екен. Бұл мочевая кислота, бұл именно белковый обменнің конечный продукциясы, мочевая кислота. Енді менің докторскийімді қыдырғанда біз көргенбіз, подаграман почти 97% мужчина болеет. Женщине всего 3% болеет. Сол 3% мен әйел тауып сөйлескенмін. Ол они женщине как мужчина подобные, да, біреу заводтың директоры, біреу сондай екен. Так, енді соның үшін почему женщине не болеет, мужчина болеет? Бұл ыстық ауру да, ыстықтың ауруы. Жаңа мижаз дедік қой, мижаз. Аурудың бәрі мижаз бойынша ыстыққа, суыққа бөлінеді. Подагра кімде ыстығы көп болса, сол подаграман ауырайды екен. Өне кейін бұл жерде мочевой кислота сөз көп. Мочевая кислота акасы адамның миын қатты істететін химический не екен, элемент. Соның үшін адамдардың даже миын қатты істету үшін мочевой кислотаны тамырға жіберген. Потому что 87%-тен артығы Нобелевский премия алғандардың барлығы подаграман ауырайды екен. Қызық қараңыздар. Ол, мысалы, басы қатты істеп Нобелевский премия алған, қазір сондай версия бар, чтобы оның басының қатты істеуіне именно мочевой кислота себеп болған дейді да. Одан кейін мочевой кислота организмде көбейгеннен кейін оның басын істетеді, басынан басқа бүтін денеге тарқайды ғой. Суставтарға тарқап кетеді, ісіп кетеді, суставтар жиналып ісіп шығады былай. Прямо собирается мочевой кислота. Оның ішін жарсаң, ішіне аппақ жаңағы мочевой кислота шығады ғой. Так, соның үшін лечение қанда қалай қыламыз? Лечение қанда біз мочевой кислотаны азайтуымыз керек. Оның бірінші бұл диета ұстау керек болады. Диета отырған кезде жаңадағы подаграны алып келетін тағамдардың бәрін тоқтату керек болады. Біз подагриктерге қараймыз. Подагрикке қарағанда біз оны 10 күн малхамға отырғызамыз. Егер 10 күн малхамға шыдап берсе, сразу суставтағы ауру қалады. Так. Строго диета ұстау керек та, бірақ. Диета ұстап, ішкі аппараттың бәрін тазалаймыз. Печень, поджелудочная железа, почки бәрін тазалап тастаймыз мочевой кислотадан. Енді оны тазаламаса, бүтін суставтың бәрі кетеді ақырында. Подагрический полиартрит деген болады. Біратла, ана мочевой кислота буындарға жиналып ісіп кетеді, аяқ киімін киемей қалады дейді. Сондай ісіп, мочевой кислота жиналып қалады мына жерге. Соның үшін оның алдын алу керек. Барлығы айланып келгенде мижазға тақалып жатыр, айланып келгенде тамаққа тақалып жатыр. Ауру астан, дау қарындастан болады. Соның үшін егер ауырсаң бірінші аузыңды тый дейді, потом жүріс-тұрысыңды турла дейді. Значит, подагралар қалай? Подагра жеп ішуді жақсы көреді. Қимылды жаман көреді. Анерген туалет болса, туалетке машинесіне барсам дейді да. Пешком жүруді өте жаман көреді олар. Только за рулем любит ходить. Вот подагрический больные. Соның үшін кім подаграман ауырған болса, пожалуйста, келіп біздің малхамды ішсін. Подаграға өте, енді ойланба подаграға бармау керек.
Біз қазір мен түсіндірдім подаграның неден келіп шығатынын, қалай басылатынын. Подаграма ауырмау керек. А так подагра очень тяжелый болезнь. Оның анау ақырғы осложнениесіне барған кезде өте қиын. Буындардың бәрі ісіп кетеді бүйтіп. Тұз жиналып, почканың бәр жеріне тұз жиналып кетеді ғой. Жүруінің өзі қиын. Так, соның үшін оның алдын алып, надо заниматься профилактикой, оған апармау керек. Ауырмаңыздар, кім ауырып жатқан болса, Алла шипасын берсін, келіңіздер, пожалуйста, біз қараймыз. Рахмет.